тиеншен, көкірегіңді қайғы басып, жаттың сен талай ғасыр мұңға батып, көз жасың көл көсір боп қанаралас, зарланып күңірені жаттағып. Қанқұйлық қара тұман сені торып, жасады жалмаймын деп сансыз жорық. Қаншер қанды шеңгел қыспағынан қарайып қалды қатып, гүлдер солып. Аңқиып асқаршыңмен жақпар тасын, көтермей жатты ұзақ жыл жерден басын. Озбыр күн обыр заман салдарынан, ағарды күмістей боп сақал шашың. Өмірі бұлт торлаған биік құзың, сақтады басып алып бар байлығын. Жалғанда жауға титтей бергін келмей, көп күттің өз иесі бақыт күнін. Сен сөйтіп қайғыменен жұтқанда қан, шығыстан алқызыл боп атталтын таң. Жадырап жердің жүзі гүлдей жайнап, шаттанды барлық халық тарыққан жан. Көгердің сен де елмен қоса қабат, шыңыңа азаттықтың туын қадап. Азат ел асыр салып жүр қойныңда, берген соң байлығыңмен сенде бақыт мінекей. Бұл өмірдің үстемдігін, құштырған алтын арай бақыт күнін, гүлденген маузудыңдық заманаға сен үшін алғыс айтады ақын балам. Көп ұлтты жұңқа әдебиет бағының саялы бір бәйтерегі, еліміз қазақ әдебиетінің қара шаңырағы, әр дәуірдегі авторларымыздың алтын бесігі, түлеп ұшқан тұғыры, қалың оқырман қауымның рухани сырласы Шұғыла журналы, Жұңго коммунистік партиясының абзал ұлт саясатының тағы бір жемісі ретінде 1953 жылы мамыр айында тұңғыш саны Шинжаң әдебиет искусствосы деген атпен дүниеге келді. Осы тұңғыш санның кіріс сөзінде Жұңго коммунистік партиясының Шинжаң бюросы мен өлкөлік халық үкіметінің жанындағы мәдениет істері меңгеру басқармасы және әдебиет искусство бірлеспесінің дайындық көру жорасы бірлікте 1953 жылы Шинжаң әдебиет искусствосы журналының қазақ тіліндегі нұсқасын шығарды. Мұның өзі партиямыз бен үкіметіміздің аз санды ұлттардың әдебиет искусствосына төтенше көңіл бөлгендігінің айқын бір дәлелі болып есептеледі деп жазылыпты. Ален Чакен аға, мына өзіңіздің бүтін жасампаздыққа бұрыңыз, жаңа Жұңго құрылғаннан кейінгі осы жаңа әдебиетіміз бен замандас, құралыптас тұстас келеді. Өзіңіздің өсіп жетілуіңіз де жалпы осы Жұңго қазақ әдебиетімен әрине барандас келеді деп қараймын, сабақтасып жатады. Енді осы жаңа Жұңго құрылғаннан кейінгі жаңа бетбұрыс, жаңа құрылыс біздің осы Жұңго қазақ әдебиетіне қандай жаңа бетбұрыстар ала келді? Осы жөнінде біраз түсініп бере кетсеңіз. Жаңа Жұңгоның дүниеге келуі бүткіл мемлекет халқына азаттық алып келді. Қазақ халқы да сол қатарда бостандық, теңдікке ие болды. Қазақ халқының рухани азығы болған әдебиет көркемөнері де бостандыққа ие болды. Ілгері кезде қазақ әдебиеті
көбірек ауыз әдебиетін негізетті. Жазба әдебиет біршама артта қалған. Ал азаттықтан кейін жазба әдебиет дамыды. Сол орайда 1953 жылға келген уақытта көркем әдебиет журналы болған Шұғыла журналы дүниеге келді. Өзіңіздің енді мына жасампаздық ғұмырыңыздың бір талайын-ақ осы әдебиет көркемөнерге, әдеби жасампаздыққа арнадыңыз. Әсіресе осы әдебиет көркемөнерде ұзақ жылдар басшылық қызметте болдыңыз. Өзіңіз осы мына Шұғыла журналын басқарып, оны өркендету, дамыту, гүлдендіру, редакторлар тәрбиелеу, авторларды жетістіру жағында да ұшан теңіз еңбектерді сіңірдіңіз. Әсіресе осы жүнгі қазақ әдебиетінің қанаттанып дамуына көптеген қимылдар ұйымдастырып жүргізіп отырдыңыз. Осы барыста әсіресе өзіңіз қол салып көптеген қажыр қайрат көрсеткен Шұғыла журналыңыз сонау 53 жылдан бастап шыға бастаған екен. Осы Шұғыла журналы сізше осы біздің жаңа жүнгі қазақ әдебиетінің дамуына қандай көпір рол ойнады? Осы Шұғыла журналыңызда алғаш іргетасын қаласып, осыда үлкен еңбек сіңірген біздің сақа редакторларымыздың қандай еселі еңбектері, іздері бар. Осы жөнінде де біраз кеңес айта кетсеңіз. Шұғыла журналы дүниеге келгенде ең алдымен партия, өкіметтің қамқорлығы, сонымен бірге Шинжаңдағы біздің жауапты жұмыстарды, осы жұмыстарды басқарған азаматтардың күш салуы және қалам ұстаған қаламгерлердің еңбегінің арқасында Шұғыланың алғашқы сандары жарыққа шыққан. Менің естуімше ең алғашқы сандарын істегенде Рахметолла Әбшеұлы, Ахмет Жүнісұлы, Қаусылқан Қозыбайұлы, Естеу Нүсіпбеков, Мақатан Шәріпқанұлы сияқты азаматтар келіп жұмыс істеді. 57 жылға таман келген уақытта Омарғазы, Айтанұлы сияқты редакторлар қосылды. Енді осылардың ішінде көбірек қызмет істеген, кейінгі кезге дейін істеген Рахметолла менен Қаусылқан. Омарғазы өйткені кейінірек қосылды. Осы журналдың жан-жақтылы сапалануына осы бір қанша азаматтар көп күш жұмсады. Түн түнегі жаншып жанды, зарығып күтті ұзақ аңсап таңды. Атты таң, таң арайы күн нұрымен, көк күлді, жер жасарды, жасылданды. Құрманалы Оспанұлы, Күркөшеден күллі әлемге. Айық бай зілді меңіреутін, басылмай кекті кейістін, тепкіде теңсіз орында, құрсауда құллық торында, қанаты сынған құстарша, жалшылы мен бейшіра, қорлық көріп тұр едім, жұрдай болып ұқықтан, зұлымдықтан жұтыққан, құлашты еркін жаза алмай, от басынан оза алмай, сөйлесем аузым қағылып, жүрсем қоңырау тағылып, күнде бір өліп жүредім, күлімдеп шыққан нұрлы күн, партиям көсем маузыдың. Түнекті түріп талқандап, атқызды таңын өмірдің. Таң денемен жан беріп, тиіп ұқық еркіндік, тазарды кірі көңілдің, қанаттандып көк күштім. Айдаймалап күн құштым,
жұлдыздармен тілдесіп, жанардан төктім нұрлы ұшқын. Құрманалы Оспанұлы, Жұңғы жазушылар қоғамының, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, әйгілі ақын, жазушы, драматург, қоғам қайраткері Құрманалы Оспанұлы 1953 жылы Шұғыла журналының 1-ші санынан бастап журналды шығарушылар алқасының мүшесі болған. 1950 жылы еліміз уәкілдер үйірмесінің құрамында Варшавада ашылған 2-ші реткі дүниежүзілік бейбітшілікті қорғау жиналысына қатынасқан. Осы жиналыстан кейін Күркөшеден күллі әлемге атты әйгілі толғауын жазып, Шұғыла журналында жариялап, еліміз қазақ поэзиясында зор дүмпу тудырған. Құрманалы Оспанұлы жарым ғасырдан астам жасампаздық өмірде 1000-ға жуық өлең, қыруар баллада дастан, эссе, назариялық мақалалар жазған. Шаттық жырлары, Тянь-Шань жырлары, меруерттер, жылдар ізі, алуан әуендер, үш майдан, шіркін бұраң дүние-ай қатарлы кітаптары жарияланған. Басқа қаламгерлермен бірлесіп жазған Сәлиқа Сәмен операсы 1981 жылы автономиялы район бойынша 1-ші дәрежелі сыйлық алған. Оның өңі мен түс атты балладасы мемлекеттік аз санды ұлттардың үздік туындыларын бағалауда 1-ші дәрежелі сыйлық алған. Өлеңдері ханзу, ұйғыр, қырғыз, орыс, түрік тілдерін аударылған, кейін 6 томдық толық жинағы жарық көрген. Құрманалы Оспанұлы 1980 жылдан 1989 жылға дейін автономиялы райондық әдебиет көркемөнер бірлестігінің орынбасар төрағасы болып қызмет атқарып тұрған мезгілінде Шұғыла журналының қызметтеріне көңіл бөліп, жетекшілік етіп, партия 11-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінен кейінгі Шинжаң қазақ әдебиет көркемөнер істерінің қаурыт дамуына басшылық тұрғысынан үлкен үлестер қосқан. Ол осы заман жұңғы қазақ әдебиетінің көшбасшыларының бірі. Құрманалы Оспанұлы Іле Қазақ автономиялы облысының бастығы, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі қатарлы маңызды әкімшілік міндеттерді өтеген. Бұқара Тышқанбаев. Азаттықтың алғашқы мезгілінде жұңғы қазақ мәдениетінің, жұңғы осы заман қазақ әдебиетінің қалыптасуына, дамуына ерекше үлес қосқан ақын, драматург, қоғам қайраткері Бұқара Тышқанбаев 1955 жылдан 1958 жылға дейін Шұғыла журналының бас редакторы болған.
Жұңго қазақ тарихында жүйеден, Жұңгодағы аз ұлттардың ішінде тұңғыш рет экранға шыққан Қасен Жәмилә кинофильмінің авторы. Әрине бұл сценарийді Ваң Ұйқумен бірлесіп жазған. Бұқарат Шықанбаев 1953 жылы Шұғыла журналының дүниеге келуіне белсенді атсалысқан. Сол кезде автономиялы райондық мәдениет меңгермесінің орынбасар бастығы болып міндет атқарған. Өзі де ақын ретінде Шұғыланың алғаш сандарынан бастап көптеген көркемдігі жоғары, үлгі боларлық өлеңдер жазып, осы заман қазақ поэзиясына үлкен үлес қосқан. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan, kelib qolsinglar. Iya. Ko'maklashayin deb keldim. Men borayın oğlum. Қаусылқан Қозбаев әйгілі ақын, жазушы, драматург, режиссер, актер, аудармашы Қаусылқан Қозбаев Синжан осы заман қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі. Ол Шұғыланың алғашқы сандарынан бастап редкология мүшесі болған. 1954 жылы өлкелік ойын-сауық үйірмесінен Шұғыла журналына ауысып келіп, 1977 жылға дейін редактор болып қызмет істеген. Аралықта бір қанша жыл төменге түсіріліп, қызметтен қол үзген. 1978 жылы Синжан жазушылар қоғамының кәсіптік жазушылығына шығып, келесі жылдың 27 желтоқсан күні тұтқиыл жүрек науқасынан Үрімжіде қайтыс болды. Қаусылқан Қозыбаев Синжан қазақ әдебиетінің көш басшыларының бірі еді. Оның Қаражанның есебі, алғашқы адымда, 10 жылдықтың озаты, жаңа жайлау, Сіламның құрдасы қатарлы әңгімелері Синжан қазақ прозасының ең биік деңгейлерін көрсетті. Шығармалары ханзу, ағылшын, орыс, ұйғыр тілдеріне аударылып, еліміз іші сыртына танымал болды. Ол Жұңго қазақ драмасының шаңырағын көтеріскен жазушыларымыздың бірі. Шағылған төсек, Қырықбай қатарлы драмалық туындыларының орны бөлек. Ол Азаттықтан бұрын Қыз жібек, Шұға пьесаларында ролға шықса, Азаттықтан кейін Қасен Жәмилә кинофильмінде байдың ұлы Патшабектің ролын тамаша сомдап, көрермендердің алғысына бөленді. Қаусылқан Қозыбаев қайтыс болғаннан кейін Қаусылқан Қозыбаев шығармалары деген атпен толық жинағы баспадан шықты. Ол Жұңго жазушылар қоғамының мүшесі, Синжан жазушылар қоғамының жора мүшесі болған. Жұңго қазақ әдебиетінің қара шаңырағы, төл әдебиетіміздің алтын бесігі болған Шұғыла журналының алғаш іргетасын қаласып, оғын шаншысып шаңырағын көтеріскен ардақты ардагерлеріміздің бірі жазушы Қаусылқан Қозыбаев еді. Міне сол Шұғыла журналының құрылғанына 60 жыл толыпты. Ардагер марқұмды сағына еске ала отырып, артында қалған аманаттарын ардақтап қастерлей отырған аяулы ұрпақ екенсіз. Ендеше әкеңіздің тірі кезіндегі есте қалған ерекше сәттерді айта кетсеңіз. Менің әкем Қаусылқан Қозыбайұлы қайтыс болғанына биыл 33-тен 34 жыл болайын деді. Содан бері бір секундта, бір минутта әкемді естен шығарып көрген жоқпыз. Елде, халығы да сондай. Енді
мен әкемді елдер айтады, көп жазбаған, бірақ жазса да ерекше халыққа ұнамды, халықты сүйетін, халық сүйетін сондай әдебиеттер шығарды деп айтады. Енді бұған менше болғанда мен бұған дәлел бола аламын. Өйткені шынында да менің әкем халықтың ішіне жүріп, халықтан алып, халыққа берді деп ойлай аламын. Неге дегенде, біз кішкене күнімізде әкемнің көп үйде тұрғанына білмейтінбіз. Көбінесе айту әкем сыртта жүреді. Сондықтан о кезде шаршаят жоқ әзіргідей. Қайда барса, көрпе жастығыны ішек көтеріп жүреді қыс болса. Таңертеңде ертеде қатынас болмағандықтан кеш жақын мен ертіп алып, мына үшін докторхананың маңында бір-екі қансу кісі бар. Одар бір арба сүйрейді. Ол арбалар мына 20-шы жылы, 30 жылдағы киноларда көрінеді. Бір адам сүйрейді, ішіне 2 адам отырады. Сонан кейін сол арбаға айтып, таңертеңінде мені алып кет деп тоқтасып келеді. Сонан кейін ертеңгі таңертең ол арбекеш келіп қоңырау çalып терезеден бізді оятады. Сосын әкем шыңлидағын көтеріп арбаға салып сонымен кетеді. Ал енді о кездерде әзіргідей шараят жоқ. Қара машина болса қара машинаның кабинкесінде, кабинкесі жоқ болса кейде машинаның үстінде кетеді. Сөйтіп жүріп төменге түсіп диқандармен бірге, кейде малшылармен бірге, сол кісілермен бірге жатып, бірге тұрып, сол шығармаларын шығарады. Мен ойлаймын, сондықтан да мен әкемнің шығармасы елден алып, халықтан алып, халыққа бергендіктен осындай халықтың өзіне жағатын сондай шығарма болып шығатын ұқсайды деп ойлаймын. Қосылқан Қозыбайұлы жаңа жүнгі қазақ прозасының ардагерлерінің бірі әрі бірегейі. Жазушы, редактор, актер және режиссер ретінде ол кісіні туған халқы мәңгі есінде сақтайтыны белгілі. Ендеше ол кісінің артында қалған мұраларының қазіргі баспадан шығу жағдайы қандай? Әкем Қосылқан Қозыбайұлы қайтыс болғаннан кейін бір жинағы шыққан. Онан кейін ол жинағыны кейін екінші рет деп біз өзіміз балалар ақша шығарып отырып бастырғамыз. Ол 2 рет шықты. Онан кейін 82 жылы Жаңүйе деген кісі жинақтап әкемнің Хансұлжа Хаустихан Сәнвін деген бір кітапшасын шығарды. Онан кейін мына Қазақстаннан бір кітап шықпақшы екен. Сонан кейін бізге ұқтыру айтыпты. Күтіпханаға барып бүтіндей Шинжаң әдебиетінің әкемнің кітаптары бар екен деген бір ойменен сол күтіпханаға бардық. Жинақтарын тауып, сонан кейін одарды жіберіп бердік. Онан кейін күтіпханада мен әкемнің жинағын, бұрынғы шыққан жинағынан 4-еу бар екен. Онан кейін өзім және 10 кітап жинақты апарып бердім. Онан кейін ол жерде 2 солағы Хаустихан Сәнвін деген аталыммен шыққан 2 кітап бар екен. Онан кейін үйде біреу бар еді, оны апарып қосып қойдым. Онан кейін тағы бір кішкене 58 шыққан бір жұқа кітапша бар екен. Оның аты ертектермен аңыздары деген кішкене жұқа кітап бар екен. Оны алып келіп, өзім қайтадан одардан қарызға алып келдім да, алып келіп, сонымен өзіміздің студияда, жеке студияда оны қайтадан түптеп, басып, кітап шығарып, оны мұра журналына бердім. Мұра журналынан ол ертектер осы былтыр 5-6 сандарда жарық көрді. Соңында әкемнің қаламының ізі қалған, еңбегі сіңген Шұғыла журналының 60 жылдық той мерекесіне құттықтаймын. Әрі бәр жолдастарға мықты денсаулық тілеймін. Қаталып өзгеше бір күнге еніп, оқталып сөйлейтіндей жерге келіп, жалт етіп өте шықты қай бірақ маңдай етегі көйлегінің
Рахметолла Әпшеұлы. Әйгілі ақын, жазушы, драматург Рахметолла Әпшеұлы Шұғыла журналы шыға бастағанда тұңғыш санынан тартып редкология мүшесі 1957 жылдан бастап редактор болып қызмет істеген. 1958 жылы оңшылдыққа қарсы күресте түрмеге алынып, 1976 жылы босатылып, бұрынғы қызмет орны Шұғыла журналына қызметке тұрған. 1984 жылы осы журналдан демалысқа шыққан, 1990 жылдарға дейін ақылшылық міндетін өтеген. 1950 жылдардың орта шенінде Шұғылада жарық көрген Шырға, Құпия құдалық, Шырықты бұзған Шыбартыл қатарлы шығармалары Шенжаң осы заман қазақ әдебиетінің әйгілі шығармалары болды. 1957 жылы ұлттар баспасынан Озғандар мен тозғандар атты жинағы басылып шыққан. Одан кейін Балапан, Тасбастау, Шұғыл бұрылу, Сөр алдында қатарлы өлең әңгімелер жинағы жарық көрген. Нұрпай атты тарихи романы, Бастан кешкендер атты өмір баяндық романын жазып қалдырды. Бір қанша шығармасы автономиялы райондық сыйлықтарға ие болған, бір қанша шығармасы ханзу тіліне аударылған. Рахметолла Әпшеұлы Жұңго жазушылар қоғамының Шенжаң жазушылар қоғамының мүшесі. Шығыс, дүние шығысы, менің шығысым. Мен шығыс шатқалдарының қоңырайуымын, қызыл тікен үңгірін арала бер жеткен. Есімімді фантазия акторларынан сұра, фамилиям Бейжің, синантроптары заманында өткен. Шығыс, шығыс, шығыс сулары қандай тәтті. Шығыс таулары жоқ, мен қыдырып араламаған. Орангутон маңдайы әлі маған ұқсайды. Кім екен бамбук жамылып бізге келген, қайсы бала кезінде жалаңаш ойнамаған. Мен шығыс ақынымын, шығыстан ойлаймын, лексикам шығыс топырағының жылы қатпарларынан, тарих қолымен бүктеліп, Низами Науайы ақтарған, аңқау азиялықтар, мен де дүниеге аңқау қараймын, өз сенімім, өз бойым да сақталған. Бар денем тұл Азияның зарра түйіршігінен, Гималая кристалынан, яуа жапырағынан, араб мұнайынан, Бабыл қақпасынан, Тибеттің жер құдайынан. Шығысым, аспаным, топырағым, сүйемін, еңіреп сүйемін. Сүйем тау бұғыларының жалпақ маңдайын, теңіз құстарының зар сұңқылын, жер жоталарының сынық жаңқасын, сүйем мың заман жер жынысының ыстық қабатын, батыр бабаларымның сарғайған сүйек қаңқасын. Сүйемін, құшақтаймын, шіркейім жүген сынық қурайыңды, ызыңдаған бір үн, бұл менің ізгі дастаным. Ұмытпаймын, ұмытпаймын мен өз бауырларымды, ұмытпаймын ашулы Африкам аспанын. Шығысым, аспаным, кірлетпеймін таулдарыңның ақ қалпағын, шомыламын өзендеріңнің мөлдір шашағына. Жамыламын жолбарыс терісін, оранамын Ферғана даласының майда қауа шағына.
лайлатпаймын өз тұнығымды. Мен сол өз тұнығыма бетімді жуғанмын. Шығысым, мен сені құшақтап өтемін, құшақтап туғанмын. Шығыс, дүние шығысы. Ей менің баба шығысым, келші, өлең тудырған топырағыңа маңдайым тұстайын. Қайда қауырсын қаламдарың, көп ұшып өтсеші, ақ қанатты әсем құстарың. Қайда күнде түсімнен шықпайды, ақ бозатты батыр бабаларым, қайда садағасқан қалың қол, өртеніп жанып барады теңіз жағаларың. Қайда сағынамын Фердаусимнің жігіт шақтары. Физули бір мысыра өлеңіме қара байлаймын. Мен шығыс азаматымын, мен бар шығысымды осылай ойлаймын. Шығыс, дүние шығысы, менің қоңыр шығысым. Мен саған тартып қоңыр болғаныма қуанамын. Азия адамымын, Азия жынысынан, Азия үшін жылаймын, Азия үшін қуанамын. Азия, алтын Азия, орта ғасыр керуені үстіңмен өтетін, тырналар тізіліп тәсбих жібіне қиқулап еңіреп алысқа кететін. О менің шығысым, о менің шығысым. Омарғазы Айтанұлы, әйгілі ақын, жазушы, драматург Омарғазы Айтанұлы 1957 жылдан бастап Шұғыла журналында редакторлық сапарын бастаған. 1966 жылдан 1978 жылға дейін солақай саясаттың соққысын ұшырап, еңбекпен өзгертуде болған. 1978 жылы қызметі қалпына келтіріліп, Шұғыла журналына қайта оралған. 1988 жылы шілдеде кәсіптік жазушылыққа шығып, арнаулы шығармашылықпен шұғылданған. 1997 жылы 26 мамыр күні тұтқиыл жүрек науқасынан қайтыс болған. Омарғазы Айтанұлы 1950 жылдардың орта шенінде поэзияда тың мазмұн, жаңа формамен Шинжаң қазақ әдебиетіне келіп қосылған романтик ақындарымыздың бірі. Сол жылдары жазылған Қыс, Уақыт, Шинжаң, Азия үстіндегі көше, Қызылатпен келемін қатарлы өлеңдері мен Менің шығысым, Табиғат философиясы қатарлы дастандары қазақ әдебиетіне тың серпін ала келіп, ел іші сыртына ерекше ықпал қозғаған. 1978 жылы атағını қалпына келіп, көркем әдебиеттің майданына қайтадан келгеннен кейін поэзия, проза, драма саласында қатар еңбектеніп, туған халқына бөгенайы бөлек көркемдігі жоғары тың туындылар сыйлады. Құс жолы, Сәукеле, Түйе, Тырналар, Жыл сораптары қатарлы кітаптар жарық көрді. 1986 жылы Аң шадырын оқтабыр атты романы, 1992 жылы Таразы романы жарияланды. Ақ мысық, Желемік, Зер жаулық қатарлы драмалық шығармалары 20-ға жуық сын зерттеу мақаласы мен 10 неше әңгімесі жарияланды. Оның толғақ атты әңгімесі, алғашқы қар өлеңі, Желемік драмасы автономиялы райондық сыйлыққа, ескерткіш өлеңі мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Шығармалары ханзу, ұйғыр, қырғыз, моңғол тілдерін аударылған. 2004 жылы
Бұлттар баспасынан 10 томдық толық жинағы басылып шыққан. Омарғазы Айтанұлы, Жұңго жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының тұрақты жорасы, мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы. Мақатан Шәріпқанұлы, көрнекті ақын, жазушы, драматург Мақатан Шәріпқанұлы 1954 жылы Шинжаң институтын бітіріп, Шұғла журналына қызметке тұрып, журналдың алғашқы шығарушыларының қатарына қосылып, бүкіл өмірін журнал қызметіне арнаған. Сол жылдары жаңашыл жас ақын ретінде Жаңа жыл кешінде, Қызғалдақ, Алтай, Инженер, Тарым қызы, Сайрам қатарлы өлеңдері мен Жапанда жанған жұлдыздар, Жұңғар қызы, Орамал қатарлы дастан толғаулар арқылы әдебиет сүйер қауымның жақсы аңысына ие болған. Жайлау жігіттері, Қайшагүл, Ақтоқты, Шіңгіл сілемдері қатарлы әңгіме очерктер жазған. Драма саласында 1960 жылдардан бастап көзге түсіп, Салиқа Сәмен операсын басқалармен бірлесіп, Ертіс жұлдыздары сценарияларын жазған. Басқалармен бірлесіп жазған Салиқа Сәмен операсы 1981 жылы автономиялы район бойынша бірінші дәрежелі сыйлық алған. Оның өлең дастандары Жыр жолында деген атпен 1981 жылы жарық көрген. Өлара романы оның прозадағы сырге жияр шығармасы болып қалды. Шинжаң қазақ әдебиетінің көрнекті уәкілдерінің бірі Мақатан Шәріпқанұлы кемеліне келіп толысқан шағында 1983 жылы 25 қыркүйекте тұтқиыл қайтыс болды. Ол Жұңго жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің жора мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының кәсіптік жазушысы қатарлы міндеттерді өтеген. Мағаз Разданұлы, Жұңго жазушылар қоғамының, Жұңго Азұлт жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының тұрақты жорасы, әйгілі ақын жазушы Мағаз Разданұлы 1957 жылы Алтай газетінен Шұғла журналына ауысып келіп, бір жылдан аса редакторлық қызмет істеген. 1958 жылы оңшылдыққа қарсы тұру күресінде журналдағы қызметінен тоқтатылып, Алтайға барып мәселесін тапсыруға жіберілген. 1960 жылы еңбекпен тәрбиелеу деген атпен қолға алынып, 1970 жылы 20 жылдық қамақ жазасына қайталай кесіліп, 1979 жылы ақталып түрмеден босатылып, Буыршын аудандық мәдениет үйіне қызметке орналастырылған. 1998 жылы науқас себебінен өмірден өтті. Мағаз Разданұлы халық даналығын бойына жинаған ойшыл ақын, шүңетті прозик. Шығармаларындағы халықтық сарын, лирикалық сыршылдық осы қаламгердің даралық ерекшелігі болып табылады. Мағаз Разданұлының асулар толғауы, уақытқа жауап, ертең қатарлы өлеңдер жинағы, Сарыбел өлең романы, Алтайдың ағиықтары романы жарық көрген.
Kebenek kiygenning to'yi, So'ng'as, Sahina tübek vaqig'asi qatorli әңгіме повестері, Arman hayatı tarixiy dramması, Ata zaman söyleydi atты prozalik kitabı okurman жүрегіне жол тапқан сара туындылар. 30-дан астам өлеңі, 2 повесті, бір қанша әңгімесі ханзу тіліне аударылған. Kebenek kiygenning to'yi, Mınau дүние қатарлы туындылары Автономиялы райондық сыйлық алса, Сарвел романы мемлекеттік аз ұлт әдебиет сыйлығына ие болған. Ерғали Әбілқайырұлы, Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, қоғам қайраткері, көрнекті ақын Ерғали Әбілқайырұлы 1960 жылдарда Автономиялы райондық әдебиет көркем өнершілер бірлестігінің бас хатшысы, парт группасының орынбасар шужи болып қызмет істеген мезгілде Шинжаң қазақ әдебиет көркем өнер істерінің дамуына, жүйеден Шұғыла журналының түрлі қызметтеріне көңіл бөліп, Шинжаң қазақ әдебиетінің көркеюіне, қаламгерлер қосының қалыптасуына ерекше еңбек сіңірген. Өзі де танымалы ақын ретінде қалам тербеп, Шинжаң осы заман қазақ поэзиясына көрнекті үлес қосқан. Өмір елестері, ой толғаулары, көңіл толқындары қатарлы 3 жыр жинағы жарық көрген. Басқалармен бірлесіп жазған Сәлиқа Сәмен атты операсы 1981 жылы Автономиялы район бойынша 1-ші дәрежелі жүлдалған. Ерғали Әбілқайырұлы Іле Қазақ Автономиялы облыстық төңкерістік комитеттің орынбасар меңгерушісі, Автономиялы райондық төңкерістік комитеттің орынбасар меңгерушісі, Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы қатарлы маңызды міндеттерді өтеген. Жылдық қара боранның кесірінен өзге басылымдар қатарында 1966 жылдан 1974 жылға дейін Шұғыланың да түңлігі жабылып қалды да 1974 жылдан бастап журналды қайтадан қалпына келтіру жұмысы істеле басталды. Партия 11-ші кезекте 3-ші жалпы мәжілісінен кейін ғана аспанды бір көген бұл қайығып, бұл отанымызды нұрландырған күн сәулесі, компартиямыз төккен Шұғылалы шуақ, Шұғыла журналына да қайта түсті. Журнал ресми арнаға түсіп, ай сайын шыға бастады. Бастың сен түзу жолды, қиын жолды, ізіңнен шешек атып гүлің өнді. Жыр дастан, повест, роман сен өрбіткен, әлемге тартқан нұрлы сыйың болды. Жебедің көркемдікті, сұлулықты, айырып кекіремен шұғынықты. Бәйгеден келді талай саңлақтарың, атқарып елің күткен ұлымытты. Жыртайын мініп жастайды алақ қақтым, нәр алып Шұғыла сенен қанат қақтым. Әдеби бәсекеде бәске түсіп, қауымға еңбегімді адақтаттым.
Әбдірешит Байболатұлы. Белгілі ақын, жазушы, фольклоршы Әбдірешит Байболатұлы 1975 жылы маусымда Автономиялы райондық саяси заң кадрлар мектебінен Шұғыла журналына ауысып келіп, редакция жауаптысы болып 2 жыл міндет атқарған. Сондай-ақ Әдебиет көркемдершілер бірлестігінің тұрақты мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының жорасы, орынбасар төрағасы, Жұңго фольклор зерттеу қоғамының мүшесі қатарлы қоғамдық міндеттерді өтеген. 1987 жылы зейнетке шығып, 1998 жылы дүниеден өткен. Әбекеңнің 1948 жылы Төңкеріс таңы газетінде тұңғыш өлеңі жарияланған. Содан өмірінің соңына дейін поэзия, проза, фольклор зерттеу саласында үздіксіз еңбектеніп, қыруар, құнды еңбектер сыйлады. Өмір қайғында атты таңдамалы өлеңдер жинағы 1983 жылы жарық көрді. Тянь-шань салтанаты, Дархан өмір, Сыбаға қатарлы алманақтарға өлеңдер кіргізілді. 1991 жылы Қос емен атты әңгіме повестер жинағы, 1990 жылы Тау қырандары атты романы оқырмандармен бет көрісті. Ол халық ауыз әдебиетін жинау, зерттеу, баспадан шығару жағында да елеулі еңбектер сіңірді. Жеке өзі қазақ шешендері мен шешендік сөздер, басқалармен бірлесіп, қазақ қисалары, қазақтың байырғы айтыстары, қазақ шежірелері қатарлы 20-дан астам кітапты баспадан шығарды. Шәкен Оңалбаев. Әйгілі ақын, жазушы, қоғам қайраткері Шәкен Оңалбаев 1981 жылы Шинжаң халық радио станциясы қазақ бөлімінен Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігіне ауысып келіп, 1989 жылдың соңына дейін Шинжаң жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы болып қызмет атқарған. 1989 жылдан 1997 жылға дейін Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы, парт группасының мүшесі болып қызмет атқарып, 1998 жылы 6 айда демалысқа шыққан. Қазір Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің құрметті төрағасы, Жұңго жазушылар қоғамының құрметті жорасы. Шәкен Оңалбаев 1954 жылы Октябрь атты өлеңмен әдебиет майданына келген. Қазірге дейін өлеңдер мен дастандарынан Жылдар сыры, Бүркітші, Жарқын жол, Замандас, Бәйге қатарлы 11 кітабы, Ханзу тілінде бір қанша өлеңдер жинағы, Саяхаттар атты сапарнамалық кітабы, Біздің Асқар атты романы жарық көрген. Қылышбай атты романы баспадан шығу алдында 1985 жылы Ұстаз атты өлеңі мемлекеттік азуттар тұлпар сыйлығын алған. 2006 жылы Жұңго жазушылар қоғамы жағынан алтын жұлдыз естелігін, 2009 жылы Автономиялы район бойынша Тянь-шань әдебиет көркемөнер сыйлығын бағалауда еселі үлес қосқан қайраткер сыйлығын алған. Ақын өлеңдері Қазақстанның жұлдыз қазақ әдебиеті басылымдарында жарық көрген. Басшылық міндет атқарып тұрған мезгілде Шинжаң қазақ әдебиетінің, әсіресе Шұғыла журналының жан-жақтылы кемелденуіне, дамуына еселі үлес қосып, жетекшілік еткен. Әдеби аудармамен де айналысып, ханзу ұйғыр тілдерінен бар дауыспен өмір алауы қатарлы кітаптарды аударған. Коммунистік партиясы 11-ші кезекте 3-ші жыл мәжілісінен кейін көпұлтты
Жұңғы әдебиетінің қатарында қазақ әдебиетте қайтадан түр беріп, майсадай құлпыра өскені белгілі. Осы Шұғыла журналы жұңғы қазақ әдебиетінің дамуына қандай көпірлік рол ойнады? Мысалы, менің өзімді алсам да, алғаш 54 жылға қарсы болу керек. Қыста орта мектепте оқып жүрген кезде журналға бір 2-3 өлең жібердім. Соған жауап келді. Сіздің өлеңдеріңізді тапсырып алдық. Әзір дәл қазір журналға басуға біраз шарт қолын құрамайды. Сондай болса да, бұның ішіндегі мына бір шумағыңыз тәуір екен деп сол шумақты мысалға келтіріп жауап жазды. Қол жазба ол кезде. Бұл редакцияның сол кездегі өте тырысшаңдықпен, қызметте жауапкершілікпен істегендігінің бір мысалы. Әрі маған деген оның ықпалы өте күшті болды. Кейінгі өсіп жетуімізге үлкен септігі тиді. 54 жылдан аяғынан бастап мен ақырын бір нәрселер жазып жібере бастадым. 55 жылы Серт деген алғашқы өлеңім осы журналда басылды. Енді онан кейінгі күні бүгінге дейін үнемі осы Шұғыла журналы арқылы мен өзімнің еңбектерімді, негізгілерін жұртқа ұсынып келе жатырмын. Осы ахуалдан қарағанда менің бір қалам ұстаушы, былай айтқан уақытта бір қаламгер деп аталуыма Шұғыла журналының қосқан үлесі өте үлкен. Жалғыз мен емес, мен сияқты менің замандастарымның көп-ақ осы журнал арқылы тәрбиеленді, өсіп жетті. Сондықтан Шұғыла журналы біздің жұңғы қазақ әдебиетінің үлкен бір мектебі, үлкен бір ордасы болды. Осы журнал болғандығы үшін көптеген ақындар, жазушылар және зерттер мен сыншылар өсіп жетті деп білемін. Шәміс Құмарұлы. Жазушы Шәміс Құмарұлы 1982 жылы Шинжаң оқу-ағарту баспасынан Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігіне ауысып келіп, Шұғыла журналында редактор, бас редактордың орынбасары болып қызмет істеген. 1989 жылдан Шинжаң жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы, Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы, парт группасының мүшесі қатарлы міндеттерді өтіп, 2012 жылы демалысқа шыққан. 1980 жылы жеке кітап болып басылып шыққан Үміт ұшқын атты повесті мен әдебиет сүйер қауымға жас жазушы ретінде танылды. Содан бері қарай проза саласында қауырт еңбектенген Шәміс Құмарұлы бір тамшы қан, ақ серке мен көк серке, қарамайлаңыздары, жусанды дала, қия жол қатарлы әңгіме повестер жинағын, Бөке батыр, көз жасы сарқылмайды, Ер Жәнібек, Тұғырылы хан, Жарық дүние, Ертіс кілкі бағады романдарын жариялады. Әдебиет және шындық атты зерттеу еңбегі жарық көрді. Жусанды дала повесті, Ертіс кілкі бағады романдары ханзу тіліне, Бөке батыр романы ұйғыр тіліне аударылды. Жусанды дала повесті екінші кезекті балалар әдебиет туындыларын бағалауда Автономиялы район бойынша бірінші дәрежелі жүлде алған. Бөке батыр романы
мемлекетimiz бойынша 3-ші кезекті аз ұлт шығармаларын бағалауда үздік роман сыйлығын алған. Шәміс Құмарұлы 1992 жылы автономиялы район бойынша үздік ғылым техника қызметкері болып бағаланған. Ол Жұңго жазушылар қоғамының жорасы, Жұңго аз ұлт жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі. Bir қанша кітаптары Қазақстан елінде жарық көрген. Шинжаң қазақ әдебиетінің асыл арнасы Шинжаң қазақ қаламгерлерінің қара шаңырағы болған Чұғла журналы шыға бастағандығына міне 60 жыл толып отыр. Жәке аға, өзіңіз бас болып 40 жылдығын, 50 жылдығын салтанатты өткізген едіңіздер. Сондай-ақ өзіңіз мына партия орталық комитетінің 3-ші мәжілісінен кейін осы көркем әдебиетке келіп араластыңыз. Сондай-ақ Чұғла журналында редактор, Чұғла журналының бас редакторы, әдебиет көркемдеушілер бірлестігінің төрағасы қатарлы міндеттерді атқарып, осы Шинжаң қазақ әдебиетінің көркейіп гүлденуіне үлкен үлестер қостыңыз. Енді осы байланыспен осы соңғы жылдардағы, соңғы 30 жылдағы Шинжаң қазақ әдебиетінің дамуы және Чұғла журналы туралы бір лебізін білдіре кетсеңіз. Енді Чұғла журналы сайып келгенде осы ақын жазушыларды қоғамға танытатын, осылардың еңбегін қоғамға танытатын өте үлкен бір өріс болды. Бұл сонау 50-ші жылдан дәл бүгінгі таңға дейін, әсіресе мына 2013 жылға дейін, Чұғланың 60 жылға толып отырған күнге дейін осы Шинжаңдағы негізінен өзінің шығармашылығыменен қоғамға танылған ақын жазушылардың көбінің негізгі уәкілдік шығармасы Чұғлада жарияланып кетті. Енді мұны әзір уақыт мәнісімен біз бірден атап отырмасақ та болады. Мен өз басым жөнінен алғанда да маған өкілдік шығармам болған, мысалы Жусан дала сияқты кейбір шығармаларым мен негізгі жақын осы Чұғлада жарияланды. Ал енді Чұғла бүгін 60 жылға толып отыр. Шыға бастаған 60 жыл болып отыр. Бұл аз уақыт емес, 60 жыл деген бір ғасырға таяу уақыт. Чұғла бұрынғыдан кемелденді. Қазір баспа техникасы жаңаланды. Онда істеп жатқан азаматтардың әзіргі көбі қазіргі заманның ғылым техникасын, мәдениетін, қазіргі заманның идеологиясын жақсы меңгерген жоғары сәуиядағы азаматтар. Сондықтан әзіргі журналдың сапасының, әсіресе сөз мәдениетінің, сөйлем мәдениетінің жоғары болуына әрине редакторлардың еңбегі қатты сіңеді. Мен енді осы Чұғлада 82 жылдан мынау 2012 жылға дейін осының бір шетінде болып келдім. Бұл аз уақыт емес екен. Тура 20 жыл атаяу бас редактор болыппын. Бұның бәрін ойлап отырсам, мен бұл партия үкімет маған бір үлкен міндет, жауапкершілік өте күшті міндет жүктеген екен. Қазір бізден кейін істеп жатқан азаматтар өте жақсы істеп жатыр. Кейінгі ұрпақ әрине алдыңғы аға буыннан әрине озып туы керек, олардың істемеген істерін істеу керек, олардан жаратылмаған жаңалықтарын жарату керек. Мен алдағы жерде сөзсіз Чұғладағы інілеріміздің үздіксіз жақсы істеп бұрынғы аға буын редакторлардың тамаша дастурларын сәулелендіре отырып, тамаша нәтижелерге қол жеткізіп, Чұғланы халқымызға бір мақтаныш болып көтеріп жүретін керемет журналға айналдыру үшін күш салады деп сенемін. Танымалы жазушы, аудармашы Еркеш Құрманбек қызы автономиялы райондық әдебиет көркемдеушілер бірлестігі парт группасының мүшесі, орынбасар төрайымы, Жұңго жазушылар қоғамы бүкіл мемлекеттік комитетінің мүшесі, Жұңго жазушылар қоғамы аз ұлттар әдеби істер комитетінің мүшесі, Жұңго станушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң қазақ мәдениеті қоғамының орынбасар бастығы,
Жунго аз ұлттар әдебиеті қоғамының орынбасар бас хатшысы, Жунго аз ұлт киношылар ғылыми қоғамының орынбасар бас хатшысы. Шығармасын ханзу тілінде жазатын автордың төл жасампаздығынан Ақ сарбаз, Сақарадағы Умай ана, Мұнардағы көк бөрі, Келмеске кеткен қара кер, Тығырыққа тірелу қатарлы кітаптары бар. Ақ сарбаз, Қара торғай атты киносценариялары қалың қауымға танымалы. Жасампаздықта табысты еңбектеген автор қазақ тіліндегі сүбелі туындыларды ханзу тіліне аударуда алтын көпірлік рол ойнап келеді. Оның өз туындылары мен әдеби аудармаларының бірнешеуі мемлекеттік, автономиялы райондық сыйлықтарға ие болған. Біз тарихты безбендесек, тарих қайда айланып кеп бізді безбендейді. Шұғыла журналының жарық көрген 60 жылында осы бір еліміз қазақ әдебиетінің қара жаңғырығы болған журнал жаңа жұңғымен бірге және жаңа жұңғыда туысқан ұлттармен бірге талай тарихи басқыштарды басынан өткізіп, біртіндеп есейіп ержетіп өркендеді. Өте еліміздің есік ашып реформа жасаған 30 жылдан бері көптеген жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Ал енді Шұғыла журналының 60 жылдығын еске түсіріп отырған бір арайда таңда біз ол дүниелік болып кеткен 20 жылдардан бері осы журналдың іргетасын қалаған және бүгінгі таңға жеткізген аға буын редакторлар, аға буын ақын жазушыларды ерекше сағынышпен еске аламыз. Және де енді 20 жылда ел жаңа дейді екен. Міне Шұғыла журналының жарық көргеніне 60 жылға аяқ басты деп отырмыз. Ал енді бүгінгі таңда партияның 17-ші құрылтайының 6-шы жалпы мәжілісі мен 18-ші құрылтайында мәдениетті дамыту, өркендету жөнінде көптеген нұсқауларды ортаға қойып отыр. Міне бұдан кейінгі дәуірде, бұдан кейінгі таңдарда, бұдан кейінгі көптеген басқышларда осы бір еліміз қазақ әдебиетінің қара шаңырағы болған журнал қазақ әдебиетінің дамытуында және осы дәуірді, заманды бейнелеуде және жаңа буын, орта буын, жаңа буын ақын жазушылар қосынын тәрбиелеп жетілдіруде өзіндік үлесін қосатындығына кәміл сенеміз. Айтқали Оспанұлы. Айтқали Оспанұлы 1958 жылы Синьцзян университетінің тіл әдебиет факультетін бітіріп, 1959 жылдан бастап Шұғыла редакциясында редакторлық қызметке тұрып, редактор, орынбасар бас редакторлық қызмет өтіп, 40 жыл Шұғыла журналының кешулеріне куә болып, жастық көктемін, ақыл парасатын арнап, 1998 жылы даңқпен демалысқа шыққан. Айтқали Оспанұлы 1959 жылы өзгерген дала атты өлеңімен әдебиет шебіне қосылған. Содан бері тынбай еңбектеніп, 800-ден астам өлең, қыруар баллада, дастан, әңгіме, мақалаларын оқырман назарына ұсынды. Қаламгердің Ана үкімі, Көкбетеге, Ботагөз, Жұңғар саңлағы қатарлы шығармалары жақсы аңыз қозғаған. Ақша бұлт, Алма, Қайқаңда қатарлы кітаптары жарияланған. Жаңғырық, Көкбетеге қатарлы повесттері, Аршаты Бикеші қатарлы 20-дан астам әңгімесі оқырмандармен жүздесті. Ақын өлеңдері Қазақстан елінің қазақ әдебиеті қатарлы басылымдарында жарияланған. Шығармалары ханзу, ұйғыр тілдеріне аударылған. Bir қанша мәрте автономиялы райондық сыйлықтардың Синьцзян қазақ-қырғыз әдебиеті дүлдүл сыйлығының иегері, Жұңго жазушылар қоғамының, Жұңго аз ұлт жазушылары ғылыми қоғамның, Синьцзян жазушылар қоғамының мүшесі. Ал енді айтаға, өзіңіз міне 40 жылдан аса қызмет атқарған өзіңіздің ой тереңізді, білім парасатыңыз сарқыған Шұғыла журналыңызда міне 60 жылға толған екен шыға бастаған. Енді осы журналдың 1953 жылдан бергі алғашқы іргетасын қаласы болғын чанчысқан
алды марқұм болып кеткен аға буын редакторлармен де бірге болған кездеріңіз көп екен. Осы кісілер туралы есіңізде қалған жалпы сол кісілердің ізгі істері, еткен еңбектері туралы есіңізде қалған жағдайлары туралы баяндай кетсеңіз, және осы кісілердің сол кезде ел есінде қалған елеулі шығармаларынан да атап өтсеңіз. Енді Çoğlağa мен 1958 жылы Шинжаң институтының тіл әдебиет факультетін бітіріп келгенмін. Сонан бері 40 жыл болыпты. Енді осы 40 жыл ішінде мен талай редакторлармен, талай ақын жазушыларменен бірге болдым, бірге жүрдім. Осы шоғылада енді 40 жыл істедім. Мен келген уақытта Қаусылқан, Мақатан, Рахметолла, Омарғазы, Естеу, ол кезде сол 7-8 адам істедік. Осы кездерде шығармалар недәуір сәтті шықты. Әсіресе мына ұлтшылдыққа қарсы күрес аяқтап, оңшылдыққа қарсы күрес аяқтағаннан кейін журнал біраз арнасына түсті. Енді бұл кезде жақсы шығармалар берілді. 50-ші жылдар мен 60-ші жылдар Çoğla журналына жарияланған шығармалар халықтың көңілінен терең орын алып, ел аңысын қозғап, жақсы бағасын алған. Ол жылы жарияланған шығарма Рахметолла Әпшілінің «Чырға» деген комедиясы. Жендет жеңге, құпия құдалық, чырықты бұзған Швартыл деген комедиялары, әңгімелері жарияланды. Онан басқа Ахмет Жүністің «Арыз қыдырмашылар» деген әңгімесі жарияланды. Қаусылқан Қозыбайдың «Алғашқы адымда 10 жылдықтың озаты» деген әңгімелері жарияланды. Күнгөй Мұқажанның «Мұрагер күйдіргі» әңгімесі, Асқар Татанайдың «Құлдықтан құтылғандар» пьесасы, Бұлантай Досшаниннің «Ауылға келген әулекілер» атты әңгімесі, Омарғазы Айтанның «Менің шығысым Қызылбаяу», Маяковскийді оқыған күнгі сөз, аз үстіндегі көше, мен ұлт туралы атты өлеңдері. Және сол кезде ол кісі бір поэзия туралы бір мақала жазды. Ол мақаласы сол кезде жақсы аңыс қозғаған, әрі ғылыми, әрі өзі әлгі ожақ бұжаққа пендешілдік қылған мақала емес. Дұрыс көзқарасты ортаға қойған жақсы мақала болды. Ол кезде Нұрсап Аманжолов деген ақын болған. Осының бір қанша өлеңдері, мәселен, Дала жазы Шетен қыз деген балдадасы болған. Осылар сол кезде жақсы аңыс қозғаған шығармалар. Енді Мақатанның бір жеңгеме пелетаны, Қарамай туралы аңыз, оның кейін бір Менделеев Томо деген бір өлең жарияланған. Ол кезде жастар оны жақсы қызығы оқитын. Оның басқа Задақан Мыңбайдың Інішек деген дастаны, Электр деген өлеңі. Бұл сол кезде ел аузында аңыз қозғап, жаттап, айтылып жүрген ән болатын. Оның Дотан Сәкейдің Романс деген өлеңі, Сейіл Қапшықбайдың Ашқасқыр деген бір дастаны болған. Осылар өл қозғаған. Әбденбай Бажаев, ақын, жазушы, сыншы. Әбденбай Бажаев 1992 жылдан 1996 жылға дейін Шұғыла журналының орынбасар бас редакторы болып істеп,
1997 жылы Шинжаң жазушылар қоғамының кәсіптік жазушысы болып 1998 жылы демалысқа шыққан. Әбен қаламгерлік сапарын 1954 жылы Алтай газетінде жариялаған Бақша атты өлеңмен бастаған. Содан бері поэзия, проза, әдебиет сыны және әдебиет теориясы салаларында жемісті еңбектер етіп, қалың әдебиет сүйер қауымның жақсы бағасына ие болды. Тау бұлағы, бөгеу бермес, ақиқат іздеген адам қатарлы өлеңдер мен дастандар жинағы, күн өз кеудеңнен туады атты әңгіме повестер жинағы, Сүрлеу атты романы, жасампаздық орбитасы атты сын мақалалар жинағы жарық көрген. Өлеңдері мен мақалалары ханзу, ұйғыр, қырғыз тілдерін аударылған. Өлеңдері Қазақстанның жұлдыз, қазақ әдебиеті қатарлы қабырғалы басылымдарда жарияланған. Сахара салтанат атты циклі автономиялы районның 30 жылдық аз ұлттар әдебиеті таңдаулы шығармаларын бағалауда 2-ші дәрежелі. Күн өз кеудеңнен туады атты кітабы автономиялы район бойынша таңдаулы туындыларды бағалауда 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Абай идеясы атты зерттеу еңбегі Шинжаңның философия қоғамдық ғылым таңдаулы жетістіктерінің таңдаулы шығарма сыйлығына ие болған. Әбденбай Бажаев Шұғыла журналында жауапты қызметтер атқарған мезгілде әдебиетіміздің дамуына, журналдың сапалана түсуіне көрнекті үлестер қосқан. Жұңго жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының тұрақты алқа мүшесі. Алапенбай аға, өзіңіздің өнерде қанаттан ұшқан торыңыз Жұңго қазақ әдебиетінің қара шаңырағы Шұғыла журналында 60 жасқа толыпты. Енді өзіңіз ағартушы, ақын, жазушы, сыншы, аға редактор ретінде жалпы жұртқа танымал ақсақалсыз. Ендеше осы Шұғыла журналының қалыптасу, даму барысын өзіңіздің жасампаздық барысыңызбен байланыстыра отырып бір қысқаша баяндап естейміз. Жазба әдебиет бір ұлттың мәдениет жағындағы өсуінің айнасы болып есептелінеді. Біздің 30 жылдағы жазба әдебиетіміздің бастаушылары деп Таңжарық, Жолдылы, Асқар Татанайұлы, Нығмет Мыңжанұлдарын айтамыз. Осы заманғы әдебиетіміздің классиктері, яғни өкілдері кімдер? 49 жылдан бері қарайға. Біз поэзияда Құрманәлі, Мағаз, Омарғазы үшеуін айрықша бөліп атаймыз. Ал біздің осы заман көркем прозамыздың негізін салған кімдер? Рахметолла, Қаусылхан, Күнгөй деп үш ағамызды бөліп атаймыз. Ал Шұғыла журналы осы біздің осы заман әдебиетінің туып өскен құнар топырағы. Біздің әдебиетіміздің дамыған мезгілі 53-57 жылға дейін. Осы 5 жылда 64 беттік Шұғыла журналында қазақ осы заман әдебиеті поэзия, проза, драматургия, сын 4 саласы бойынша қалыптасып, үздік шығармалар туды. Осы Шұғылада ғана туды. Одан басқа баспа жоқ, жеке кітап шығарған жоқ ол заманда. Сондықтан біз Шұғыланы не дейміз? Шұғыла журналы қазақ әдебиетінің қара шаңырағы дейді. Шұғыла осы қазақ осы заман әдебиетінің өзін көрсететін бірден бір майданы. Осы ғана болды. Ол кезде журнал кішкене. Сол кішкене журналды атқарған рөлі таудай. Журнал сапар шығару үшін 2 шарт керек екен. Бірінші ағым заман жақсы болу керек екен. Екіншісі адам жақсы болу керек екен. Адам дегеніміз 2 жақ. Bir жағы авторлар жақсы шығармалар келіп тұру керек. Оның жақсы шығарма келмесе сен оны қайдан шығарасың? Екінші, редакторлар сапалы болу керек. Сапалы дегеніміз бірінші әдебиетті білетін қабілет болу. Екінші, стилі дұрыс болу керек. Енді біз істеген кезде ерекше стиліміз болды. Бұл Шұғыланың бұрыннан қалыптасқан стилі. Bir автор bir жылда журналға бір-ақ рет шығады деген заң. Менен бұрын келген заң екен. Шұғыланың өзіндегілері де сол бір-ақ рет шығады. Мен 6 жыл істегенде 5 рет шықтым. 1 жыл ақ кетті.
Сәли Садуақасұлы. Көрнекті ақын, жазушы, сыншы Сәли Садуақасұлы 1964 жылы Синьцзян университетінің тіл әдебиет факультетінен оқыта ауысып, Шұғыла журналына редакторлық қызметке орналасып, 40 жылға таяу уақыт осы журналда тер төгіп, сартабан редактор, танымал ақынға айналған. Ол 1960 жылы Көктем атты өлеңімен әдебиет майданына келген. Қазірге дейін 600-ге жуық өлеңі, 10 неше дастаны, 20-ға тарта балладасы, 100-ге жуық ән тексті жарияланған. Бәйшешек, базарлық, жүрек дауысы қатарлы жыр жинақтары, Тосын толғаныстар атты сын зерттеу кітабы жарық көрген. Сәкең аударма саласына да ат салысып, Гүл таққан бикеш, роман, Жәмила, повест, Өмір алауы, өлеңдер жинағы, қатарлы шығармаларды аударған. Маужуси өлеңдерінің қазақша аудармасына қатынасқан. Жудының, Шауқаның, Тәйіпжанның, Әбдікәрім Қожаевтың өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Қуаныш жырлары, Тек сызық қатарлы өлеңдері, Қамшы жыры қатарлы ән текстері автономиялы район дәрежелі сыйлықтарға ие болған. Базарлық атты жинағы 1991 жылы автономиялы район бойынша балалар әдебиетін бағалауда үздік шығарма сыйлығын алған. Шыт деген өлеңі Қазақстанда өткен жыр мүшайрасында бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Ол Жұңго жазушылар қоғамының мүшесі, Синьцзян жазушылар қоғамының алқа мүшесі, Синьцзян сазгерлер қоғамының, фольклоршылар қоғамының мүшесі. Үрікті бар күл жайылам, шоқты көктем қойылауым. Көгалды жайсаң төсіңнен, маңғыртып малды айдадым. Жұман Әбішұлы, белгілі ақын, жазушы, фольклоршы, сазгер, зерттегер Жұман Әбішұлы 1976 жылы ақпанда Баркөл ауданынан Шұғыла журналына ауысып келіп, 1989 жылға дейін редактор болып қызмет атқарған. 1989 жылдан 2002 жылға дейін Мұра журналының бас редакторы, екінші-үшінші кезекті Синьцзян фольклоршылар қоғамының орынбасар төрағасы қатарлы міндеттерді өтеп, 2003 жылы желтоқсанда демалысқа шыққан. 2005 жылы дүниеден өткен. Жұман Әбішұлы 1960 жылы жариялаған Табылған ақыл атты балалар әңгімесімен әдебиет шебіне келген. Содан бастап поэзия проза саласында қатар еңбектенген ол Бүршек, Шуақ, Адамай адам қатарлы өлең жинақтарын, Аққу қонған айдың көл атты әңгіме очерктер жинағын жариялаған. Басқалармен бірлесіп Шаттық әуен атты әндер жинағын шығарған. Көрікті Баркөл жайлауым, Туған жер қатарлы әндері мемлекеттік автономиялы райондық сыйлықтарға ие болған. Зиялы жас айбала қатарлы әндері ел іші сыртына кең таралған. Жүкең аударма саласына да ат басын бұрып, Яучың Жуммен бірлесіп Арман асуында романын ханзу тіліне аударған. Бұдан басқа да көптеген шығармаларды қазақ тілінен ханзу тіліне, ханзу тілінен қазақ тіліне аударған. Жүкең Жұңго аз ұлт жазушылар ғылыми қоғамның, Жұңго фольклоршылар қоғамның, Синьцзян жазушылар қоғамның, Синьцзян сазгерлер қоғамның, Синьцзян қазақ мәдениет қоғамның мүшесі болған.
Оразқан Адаспайұлы. Оразқан Адаспайұлы 1964 жылы Синьцзян университетінің тіл әдебиет факультетін бітіріп, Шұғыла журналына редакторлық қызметке орналасып, ұзақ жыл қажырлықпен жұмыс істеген майталман редактор. Әуесқан Нұрғожақызы. Танымалы жазушы Әуесқан Нұрғожақызы 1975 жылы Шұғыла журналына ауысып келіп, алғашында корректорлық, онан кейін редакторлық қызметтер істеп, 1999 жылы демалысқа шыққан. 2006 жылы 3 ақпанда Қазақстанда қайтыс болған. Әуесқан Нұрғожақызы 1970 жылдары Ауылға сәлем, Құрбыма қатарлы өлеңдерімен әдебиет майданына келген. Шұғыладағы аға қаламгерлердің ықпалымен, сондай-ақ өзінің ізденгіштігінің арқасында Соңғы қар, Соқпақ атты 2 романы, Ана арманы, Сурет алдында, Ұрпақ, Көңіл қосқандар, Махаббат па әлде қарғыс па қатарлы әңгіме повесттер жинағы болып, жиыны 7 кітабы жарық көрген. Көкжиек атты әңгіме повесттер жинағы ханзу тілінде жарияланған. Ұрпақ, Көкжиек атты 2 кітабы Қазақстанда жарық көрген. Әуесқан Нұрғожақызы еліміз қазағында тұңғыш рет роман жазған әйел автор. Ол Жұңго жазушылар қоғамының, Синьцзян жазушылар қоғамының мүшесі. Күншікен Әмин қызы. Күншікен Әмин қызы 1967 жылы Синьцзян университетінің Жұңго тіл әдебиеті факультетінің толық курсын тамамдаған. 1975 жылдан 1999 жылға дейін Шұғыла журналында хатшы, корректор, редактор болып істеп, 1999 жылы тете аға редакторлық кәсіптік атақ алып, зейнетке шыққан. Қазірге дейін 100-ге жуық өлеңі, бір қанша ғылыми мақаласы, аудармалары әрқайсы басылымдарда жарық көрген. Синьцзян қазақ-қырғыз әдебиеті Дүлдүл сыйлығы қимылында үздік редактор болып сыйланған. Ол қазір Синьцзян жазушылар қоғамының, Жұңго аз ұлт жазушылар ғылыми қоғамның, Синьцзян таң жарық зерттеу ғылыми қоғамның мүшесі. Төлеубай Дошығұлы. Ақын, сазгер, белгілі балалар әдебиеті жазушысы Төлеубай Дошығұлы 1991 жылы Шұғыла журналына редактор болып келген. 1998 жылдан бері Шұғыла журналының орынбасар бас редактор міндетін өтеп келеді. 1980 жылдардан қазірге дейін Төкеңнің 500-ден аса өлең дастандары, 40-қа таяу ән музыкасы, 40-қа таяу әңгіме повесті, 20 шақты зерттеу мақаласы жарық көрді. Бұдан тыс, Заңзудың әйгілі жазушысы Алайдың Шаң тозаң айыққанда, Ұйғырдың әйгілі жазушысы Пархат Ілиястың Күрұрандық балалар атты көп бөлімді романдарын, Жұңго шетел жазушыларының 30-ға жуық таңдаулы әңгімелерін аударған. Баламысық, Жұмбақтар, Бір тамшы жаз, Мақтаншақ кергіш қатарлы әңгіме өлеңдер жинақтары, Ағаш көпір атты әңгіме повесттер жинағы баспадан шыққан. Ол автономиялы район дәрежелі көптеген әдеби шығарма сыйлығын алудан тыс, 2009 жылы 3-ші кезекті Тянь-Шань әдебиет көркемдер сыйлығын бағалауда Шаң тозаң айыққанда романы үшін көркем аударма сыйлығына ие болған. Төкең бұл күнде Синьцзян жазушылар қоғамның, сазгерлер қоғамның, фольклоршылар қоғамның мүшесі, Шұғыла журналы мекемесінің орынбасар бас редакторы. Мен 1991 жыл Шұғыла журналына келгем. Алғашында бірер жыл поэзияға жауапты болып, поэзияның жұмыстарын істеп келгем. Кейін бірер жылдан кейін осы прозаның ішінде повесть дейтін бір жанры бар. Негізінен осы повесть жанрына жауапты болып істеп келе жатырмын. Шұғыла енді 60 жылдан бері қарай ең алғашында қарапайымдылықтан тереңдікке қарай сапа жағынан да біртіндеп көтеріліп қазір осы деңгейге келді. Енді бұдан кейін де бұдан да
жоғарғы деңгейге көтеруіміз керек. Ол үшін менше болған уақытта бір осы акторлар қосынын, тағы мына редакторлардың қосынын үздіксіз сапаландыру керек, үздіксіз жаңалау сапасын жоғары көтеру керек деп ойлаймын. Қазір мына жас акторлардың саны дегенменен өз әлінше, өз шамасынша қосыны молайып кел жатыр. Бұның ішінде бұлған қараған кезде қазіргі жастар өте білімді. Олар ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тіліндегі материалдар толық көрумен қатар кейбір оқыған азаматтар мына әлемнің тілі болған мына ағылшын тілінен, одан кейін мына орыс тілінен де сауатты. Әуелде бізге мына ағылшын тілінен тіке аударатын жас акторлар бар. Аударма шығармаларды қабылдаймыз, сонда әзір жас акторлар мына ағылшын тілінен тіке аударып бізге шығарма жіберетіндер бар. Соған қараған кезде жастардың өрісі кең. Оның сыртында мына жаңа осы замандық жаңа ойменен қаруланғандықтан шығар бұлардың мына қала өмірін, одан кейін реформаның жаңа толқынын бұл жағына келген кезде бұл жастар озық тұрады. Сондықтан осы замандық жаңа ой ағымындағы жаңа дүниелерді философиялық толғаныстарға келгенде жас жазушылардың қаламы недәуір қарымды деп ойлаймыз. Шұғылада негізінен әйел авторларда біршама мол санды иелейді. Бұрыннан енді әйел авторлар біршама мол. Яғни көпке таныс үлкен жазушылардан Бәтіш Ақын қызы, Райқаневин қызы, тағы да Чамчагану Қамза қызы қатарлы көптеген ақын жазушы әйелдер бар. Олардың ізін басқан Әзия Мағыпер қызы, Алмагүл Жұмажан қызы, Гүлден Мүлік қызы, Гүлайша Ерахмет қызы қатарлы енді жас әйел жазушылар да бар. Оның кейін енді өзімізде төраға болып отырған Еркеш Құрманбек қызы қатарлы және ханзу тілінде жазатын аудармашы Қайша Табарақ қызы қатарлы көптеген әйел авторлар осы шұғыланың негізгі авторлары. Қазірде енді әйел авторлардан көптеп шығарма келеді ақын жазушы әйелдерден. Біз енді үнемі бұрыннан әр жылы 3-ші санды негізінен март мерекесіне арнап 3-ші санды сол әйел авторлардың шығармасын негіз етіп шығарып келеміз. Бұдан кейін де енді осы әйел авторларға жалғасты көптеп көңіл бөлініп, олардың шығармасы үздіксіз таңдалып басылып тұрады. Оларға сөзсіз көңіл бөлініп және шұғыладан сөзсіз орын береді деген ойдамын. Ақан Кәрменұлы. Ақын, журналист Ақан Кәрменұлы 1996 жылы Синьцзян халық радиостанциясы қазақ бөлімінен Шұғыла журналына ауысып келіп, редактор, бас редактордың орынбасары болып қызмет істеп келеді. Ол 1985 жылы Көктем, Ана мектеп қатарлы өлеңдерімен әдебиет шебіне келген. Қазірге дейін 400-дің үстінде өлеңі, 20 неше поэма, балладасы жарық көрген. Өкілі ырғай, 20 ғасыр әдебиет қамбасы қатарлы кітаптарға топтама өлеңдері кіргізілген. Әлдиле мәңгі көктем аты жеке жыр жинағы жарық көрген. 20 неше ғылыми мақаласы жарияланған. Бір қанша өлеңдері ханзу тіліне аударылған және Қазақстан басылымдарында басылған. Синьцзян қазақ-қырғыз әдебиеті дүлдүл сыйлығын бағалауда үздік редактор болып сыйланған. Ақан Кәрменұлы Синьцзян жазушылар қоғамының, Синьцзян фольклоршылар қоғамының, Синьцзян қазақ мәдениет қоғамының мүшесі.
2004 жылдан бастап осы журналда орынбасар бас редакторлық қызмет атқарып келе жатырмын. Осы барыста мен осы поэзияға жауапты болып келдім негізінен. Қазір поэзия, сұхбат, одан кейін эссе жанрына жауапты болып қызмет істеймін. Поэзия енді біздің Шинжаң қазақ әдебиет журналында әдебиеттің туы, әдебиеттің жалпы бетбұстар жанры қандай үлкен қаламгерлеріміз болсын, осы поэзияменен осы алғашқы әдебиет майданына келген. Енді біздің салыстырмалы түрде айтқанда осы поэзия жанрындағы авторлардың қосыны біршама мол. Қазір енді 500-де 600-дей біздің осы поэзия авторларымыз бар. Поэзияның енді 50-ші жылдарда бір өркендеу кезеңі болса, 80-90 жылдар бір үлкен өркендеу кезеңі болды. Қазіргі кезде поэзиямыз саннан сапаға өтіп, сапалану, ірілену дәуіріне қарай қадам тастады. Өйткені қазіргі біздің ақындарымыздың енді жалпы жер шарлық мәдениеті, жалпы өзінің тәрбиеленіп отырған құнарлары соншама көп болғандықтан қазіргі әлем, сондай-ақ әлем әдебиетіменен күнбе-күн ұштасып отырғандықтан біздің поэзиямыздың өресі, сапасы жылдан жылға жоғарылап келе жатыр. Болашақта енді біздің Шұғыла журналының болашағы тіпті де нұрлы болады деп ойлаймыз. Қазіргі біздің осы журналға үкіметтің бөлініп отырған қаржылары, мына шығыс жер инженериясы арқылы қолдап отырғандығы, сондай-ақ редакторлар қосының сапалануы, авторлар қосының сапалануы біздің поэзиямыздың ірілене түсуіне үлкен септігі тиеді. Журналымыз жылдан жылға сапаланып, ары қарай дамый береді деп ойлаймын. Тәпей Қайысханұлы, Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының жорасы, Шинжаң мерзімді журналдар қоғамының орынбасар бас хатшысы, Шинжаң қазақ-қырғыз дүлдүл әдебиет сыйлығын бағалау комиссиясының кеңсе меңгерушісі, Шұғыла журналы мекемесінің бастығы, аға редактор Тәпей Қайысханұлы 1963 жылы Баркөл ауданының Ботамойын қыстаулығында өмір есігін ашқан. 1992 жылы Құмыл алқабы журналының ірге тасын қалау, баспадан шығару жұмысына белсене атсалысып, журналдың мемлекет іші сыртына ашық таратылатын, қалың оқырман қауым ұнатып оқитын журналға айналуына аянбай тер төгіп, 1996 жылдан 2005 жылға дейін журналдың бас редакторы болып міндет атқарған. 2005 жылы жоғары ұйымның ұйғаруымен автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігіне қарасты Шұғыла журналы мекемесіне ауысып келіп, 2005 жылы 11 айдан бастап журналдың жетекші орынбасар бас редакторы, 2007 жылдан бастап журналдың бас редакторы, 2009 жылдан бері қарай Шұғыла журналы мекемесінің бастығы болып істеп келеді. 1986 жылы Сыңар қаз атты шығармасымен әдебиет жасампаздығымен айналысқан ол қазірге дейін 300-ге жуық өлең, 10 неше поэма,
көптеген ғылыми зерттеу сын мақаллары, әңгіме повесттерін жазып, жұрт жүрегінен шықты. Құлан ғұмыр, Құралайдың салқыны, Сексеуілдің шоғатты жеке жыр жинақтарын баспадан шығарды. 20 ғасыр әдебиет қамбасы, Үкілі ырғай, Мен жалында бөтемін қатарлы алманақтарда арнаулы таныстырылып өлеңдері басылды. 10 шығармасы, поэзия, ұлттар әдебиеті, Жұңго әдебиет көркемөнері қатарлы газет журналдарда ханзу тіліне аударылып жарияланды. Қазақстан жазушылар одағының органы Қазақ әдебиеті газеті, сондай-ақ Алтын бесік, Шалқар, әдебиет айдыны қатарлы абыройлы газет журналдарда арнаулы таныстырылып өлеңдері басылды. Бірнеше шығармасы орталық мектептің тіл әдебиет оқулықтарына енгізілді. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің ұйымдастыруымен шығарылатын тіл әдебиет оқулығын құрастыру, тексеріп, бекіту қызметіне қатынасумен бірге, әрқайсы баспа орындарының ұсынысымен 20 кітап құрастырып баспадан шығарды. Манас эпосын аударып баспаға ұсынды. 50-ден аса кітаптың редакциясын қарады. Құрастырған бір кітабымен өз туындыларынан бірнешеуі мемлекеттік және автономиялы райондық сыйлықтарға ие болды. 2008 жылы Қазақстанда өткізілетін халықаралық жыр мүшәйрасында 3 тур атты өлеңі 2-ші дәрежелі жүлде алған. Шенжаң қазақ-қырғыз әдебиеті дүлдүл сыйлығы қимылында 2 рет үздік редактор болып сыйланған. Талай мәрте көп реткі ғылыми талқы жиындарын бас болып ұйымдастырып ашумен бірге жоғары оқу орындарына, қысқа мерзімдік курсларға ұсыныспен барып, әдебиетіміздің даму ахуалынан лекция жасаған. Енді осы Шұғыла журналы басып өткен 60 жыл Жұңго қазақ әдебиетінің қалыптасу, даму, өркендеу, гүлдену дәуіріндегі 60 жыл болып есептеледі. Енді жалпы Шұғыла журналының даму барысын үлкен жақтан 2 сатыға бөліп айтуға болады. Бұның ең алғаш сатысы сол еліміздің алғаш социалист құрылысты дамыту кезеңіндегі 53 жылдан 66 жылға дейін кезеңде айтуға болады. Бұл барыс енді жалпы Жұңго қазақ әдебиетінің алғашқы ауыз әдебиеттік сатыдан көтеріліп, жазба әдебиетке қадам қойған, әрі жаңа Жұңгоның социалистік бағытын ұстанған, әдебиетімізде бір жаңа гүлдену беталысына бойлаған бір дәуір болып есептелінеді. Үйтетін енді біздің жазба әдебиетіміз анау Ақыт Қажыдан бастап алып жатқанымен дерліктей жүйелі дамып кетпеген. Тек қана ауыз әдебиет жүзінде қалыптасып дамып келген. Бірақ осы Шұғыла журналы жарық көргеннен кейін арнаулы біздің осы жазба әдебиетіміз тың дамудың белесіне көтерілді. Орталық партия комитетінің 11-ші кезекті 3-ші жалпы мәжілісінен кейін рәсми арнаға түсті Шұғыла журналы. Осыдан кейін рәсми редакция алқасы құрылып, чыт жаңа даму кезеңіне өтті. Осыдан қазірге дейінгі әдебиетіміздің дамуын осы Шұғылаға сабақтастыра отырып, 2-ші кезеңде айтуымызға болады. Әсіресе осы 3-ші жалпы мәжілістен кейін көп жыл көкірегінде көк үйрім болып бөгеліп қалған көп дүниені анау сол 50-ші жылдарда қолына қалам алған қаламгерлеріміз осы 80-ші жылдардан кейін рәсми ағытыла төкті. Әрі осының артынан, осы қаламгерлеріміздің артынан лек-легіменен жас буын әдебиетшілерден қосылды. Сөйтіп біздің әдебиетіміз, Жұңго қазақ әдебиеті осы Шұғыла журналын сақан етіп отырып, өзегет отырып бір тың дамуға көтерілді. Осы арқылы біздің әдебиетіміз бұрынғыдан да тың жаңа жасампаздықтарды ортаға алып келді. Негізінен осы әзіргі алды дүниеге танылған, арты елімізге таныс біздің әйгілі ақын жазушыларымыз осы Шұғыланы сақан етіп, Шұғыланы майдан етіп, өзінің жасампаздық өрісін ашты. Міне біздің журналымыздың жалпы Жұңго қазақ әдебиетіндегі ролы менен маңыздылығы қара шаңырақ деп айтатынымыз әдебиетіміздің осы жағынан болады.
Әрі бұл Чоғыла журналы сол кезде анау 50-ші жылдардан 80-ші жылдардың соңына дейін 90-ші жылдарға дейін негізінен осы Шинжаң көлемінде немесе Чунго көлемінде бірден бір қазақ тілінде шығатын әдеби журнал болып есептеледі. Енді 90-ші жылдардан кейін, яғни 80-ші жылдардан кейін әрбір аймақтарда әдеби журналдар шыға бастады. Қанатын кеңге жайды. Бірақ алғашында ең бастан болған әдебиетіміздің Чунго қазақ әдебиетінің қара шаңырағы болған журналының ролы кем санауға болмайды. Енді биыл міне Чоғыла журналының 60 жылдығы толып отыр. Осы бір 60 жылдық тарих жалпы Чунго қазақ әдебиетінің даму тарихымен төтенше сабақтасып жатыр. Сондықтан бұны жай Чоғыла журналының ғана 60 жыл емес, Чунго қазақ әдебиетінің 60 жылы, Чунго қазақ қаламгерлерінің шығармашылық 60 жылы, жалпы Чунго қазақ әдебиетінің қалыптасу, даму, өркендеу, гүлдену үстіндегі 60 жыл деп айта аламыз. Сондықтан осы 60 жылды бір тамаша дайындықпен өткізу үшін біз өткен жылдан бері бастап дайындық көргенбіз. Бастысы біз ең алдымен осы Чоғыла журналының арқыбын толықтау, тұрғызу жұмысына кірістік. Шынын айту керек, енді Чоғыла журналының 90-шы жылдардан кейінгі тарихы біршама толық екен. Оның да ақтаңдық орындары бар екен. Ал енді 90-шы жылдардан ары қарайғы сандары негізінен жоқтың қасы. Ақ екен. Сонымен біздің редакция ұжымындағы жолдастар жұмыла жұмыс істеп, жан-жаққа чақпалап, кейбір журналдарды жекелерден жоғары бағада сатып алып, кейбір журналдарды кітапхана, оқу орындарынан сұрап алып деген сияқты. Үстіп, бір жылдан астам жүгіру арқылы осы Чоғыланың толық арқылы тұрғызды. Әрі бертінгі жылдарда арнаулы мынандай топтамасын жасап жатырмыз. Жасап, ұласпалы шығарып жатырмыз. Әр жылдың топтамасына, әр жылда осында 2 том шығады. Енді бұдан сырт Чоғыла журналының жалпы арқылын тұрғызып болғаннан кейін, біз енді осы 60 жылдыққа тарту ретінде, біз Чоғыланың 60 жылдан бергі 600-ге жуық журналын жолдастар ақтарып, ерінбей жалықпай алды. Сарғайып кеткен қағаз ғой. Осыны ақтарып, парақтап отырып, осыда жарияланған ең үздік деген шығармалар талдап, саралап алып шықты. Осындай қабағат жұмыспенен істеу арқылы біз жиыны 8 кітап даярладық. Мысалы, поэзиядан 2 кітап деген сөз ғой. Желілес 2 кітап. Әңгіме жанрынан 2 кітап. Повестен 2 кітап. Мақалалардан 1 кітап. Осындай 7 кітап даярлап, одан сырт 60 жылдан бергі жалпы мазмұны бар ғой. Индекс деп қоямыз. Осының индексі даярладық. Бұның өзі 500 қанша беттік кітап болды да. Біз әсір осы 8 кітапты даярлап, мына Шинжаң жастар өрендер баспасына беріп болдық. Қазір басылу үстінде. Бұл енді біздің жалпы 60 жылдыққа істеген бірінші тарту. Енді бұдан сырт біз енді Чоғыланың жалпы дамуын бір қырынан бейнелейтін суретті альбом жасап жатырмыз. Суретті альбом. Бұл суретті альбомды жалпы Чоғыланың енді бұрынғы жалпы із дерегі әсіресе мына фотолық, суреттік жақтан негізінен жоқтың қасы екен. Осыны біз жеке өзіміздің алды марқұм болып кеткен ардагерлеріміздің отбасынан, кейбір сақтап келе жатқан кейбір аға қаламгерлерімізден, сақа журналистерден осыны тауып әкеліп, осыны арнаулы бір фото альбом ретінде жасап жатырмыз. Чоғыла 60 жыл деген. Енді бұдан сырт міне өзіміз әзір істеп отырған Чоғыланы тірі күйде бейнелейтін 60 жыл. Толық бейнелемесі де кескіндік жақтан келістетіп көрсететін бір шағын құжат жасау үстіндеміз. Бұл да біздің жалпы Чоғыланың тарихын кейінгі ұрпаққа асыл аманат болсын. Қайткенде осы әзірге партия комитеті қойып отырған Чунго арманын бойлап, халықтың ең рухани қажетін дөп келетін, сай келетін журнал етіп шығаруға құлшынып отырмыз.
күннің дәл көзінен шуақ боп жаралған, гүлдің дәл өзінен қуатты нәр алған, жылу мен жыр құйып миллион жүрекке, нұр сыйлап жаныңа әлемге таралған. Шашып нұр шоғыла, көруге өзіңді асықпын. Таң болып көздерге, ән болып кеудеме, ақ жарық сәулеңе ғашықпын шоғыла. Махаббат парасат ізгілік қайнары, құпия құштарлық іңкәрлік майданы, шабыттың шарқыры шағала қостары, жайып тұр айдындай құшағын жайдары. Шашып нұр шоғыла, көруге өзіңді асықпын. Балқыған кеудене, ән болған кеудеме, ақ жарық сәулеңе ғашықпын шоғыла. Қаншама көңіл бар жасырған сырмаған, қаншама өмір бар ғасырға сыймаған. Ойыңды сұлулық нұрымен суарып, ойыңа ұлылық ұлағат сыйлаған. Шоғыла, шашып нұр шоғыла, көруге өзіңді асықпын. Балқыған кеудене, ән болған кеудеме, ақ жарық сәулеңе ғашықпын шоғыла. Шоғыла, шашып нұр шоғыла, көруге өзіңді асықпын. Балқыған кеудене, ән болған кеудеме, ақ жарық сәулеңе ғашықпын шоғыла.